Бәріне сәлем достар, бүгінгі видеода арқаның терең медиалды тракт бұлшықеттерін талдайтын боламыз. Алдыңғы видео сабақта латеральды тракт бұлшықеттерін талдаған болатынбыз. Ол видеоға сілтемені төменнен көре аласыздар. Ал арқаның терең медиалды тракт бұлшықеттерін бастайтын болсақ, ең бірінші бұлшықет ол мускулус трансверсус спиналис деп аталатын омыртқаны бойлай орналасқан бұлшықеттер тобы. Бұл бұлшықет арқаны тік ұстаушы мускулус эрактор спина бұлшықеттерінің астында орналасады. Және орналасуына байланысты бұлшықеттерді үш топқа бөліп қараймыз. Мускулус семиспиналис, жартылай арқалық бұлшықет, мускулус мультифидий, тарамдалған бұлшықет және айналдырғыш бұлшықет, мускулус ротаторис деп бөлеміз. Мускулус трансверсус спиналис, жалпы оның басталатын жері омыртқаның көлденең өсіндісі, ал аяқталатын жері омыртқаның арқа өсіндісі болып табылады. Бірақ ескеретін ерекшеліктері болады. Соған байланысты біз жаңа үш топтағы бұлшықеттерге бөлдік. Біріншісі мускулус семиспиналис, жартылай арқалық бұлшықет. Бұл бұлшықеттің басталатын жері төменде орналасқан, мысалы кез келген омыртқаны алайық, төменде орналасқан омыртқаның көлденең өсіндісінен басталады да, міне мына жерден басталып, жоғары қарай бағытталып, 5-6 омыртқаны асып барып, 7-ші омыртқаның арқа өсіндісіне барып бекиді. Және топографиясына байланысты кеуде бөлігі, мойын бөлігі және бас бөлігіндегі бұлшықеттер деп бөлеміз. Оның қызметі, бұл бұлшықет мускулус семиспиналис толығымен жиырылған кезде басты шалқайтады, омыртқа бағанасын тік ұстауға көмектесетін бұлшықет болып табылады. Келесі тарамдалған бұлшықет мускулус мультидифи. Бұл бұлшықет бізде мұнда орналасқан кез келген омыртқаның көлденең өсіндісінен басталып, жоғары қарай бағытталып, міне 2-3 немесе 2-4 омыртқаны асып барып, жоғарыдағы омыртқаның арқа өсіндісіне барып бекиді. Келесі бұлшықет, ол бізде мускулус ротаторис деп аталатын айналма бұлшықет. Ол бізде омыртқаның көлденең өсіндісінен басталып, өзінен жоғары тұрған немесе бір омыртқаны аттап үстіндегі омыртқаның арқа өсіндісіне барып бекиді. Және бұл бұлшықеттер тобының барлығының топографиялық орналасуына байланысты кеуде бөлігі, мойын бөлігі және бас бөлігі деп бөлінеді. Бұл айналдырма бұлшықеттің қызметі көлденең арқалық бұлшықеттердің екі жақтық бөліктері егерде бірдей жиырылатын болса, онда омыртқа бағанасын тік ұстауға көмектеседі. Яғни үшеуінің де функциясы бір, ал мускулус ротаторис бізде айналған кезде, ротация жасаған кезде жиырылады. Келесі бұлшықеттер бізде арқаның аралық бұлшықеттері, мына суреттен жақсы көрінеді. Ол бұлшықеттерді мускулус интерспинали деп атаймыз. Бұлшықет талшықтары қысқа және жұп болып келеді. Омыртқалардың арқа өсінділерінің арасында орналасқан қысқа бұлшықет. Қызметі омыртқа бағанасын жазып, тік ұстауға көмектеседі. Келесі бұлшықет омыртқалардың көлденең өсіндісінің бұлшықеті, яғни омыртқалардың көлденең өсінділері процесс трансверсустардың арасында орналасқан, бір-бірін бекітіп орналасқан бұлшықеттер мускулус интертрансверсалис деп аталады. Бұл бұлшықеттердің қызметі бірдей жиырылған кезде омыртқа бағанасын тік ұстау қызметін атқарады. Өте оңай бұлшықеттер құрылысы бойынша. Келесі омыртқа бағанасы мен шүйде сүйегінің байланысатын жерінде шүйде астылық бұлшықеттер мускулус субоксипиталис орналасқан. Бұл жерде 4 бұлшықет байқалады. Ең бірінші ол бізде бастың үлкен артқы тік бұлшықеті, жұп бұлшықеттер, мускулус ректус капитис постериор майер деп аталады. Ол бізде екінші мойын омыртқасының арқа өсіндісінен басталып, жоғары қарай бағытталып, шүйде сүйегінің
төменгі желкелік сызығы линия нухи инфериордан аяқталады. Келесі, бастың артқы тік кіші бұлшық еті соның астында орналасады. Musculus rectus capitis minor деп аталады. Ол ауыз омыртқасының біріншісі, яғни ауыз омыртқасының артқы төмпешігінен басталып, жоғары қарай бағытталады. Төменгі желкелік сызықтың латеральды қапталында орналасады. Келесі, бастың қиғаш жоғарғы бұлшық еті және бастың қиғаш төменгі бұлшық еттері болады. Бастың қиғаш төменгі бұлшық еті Musculus obliquus capitis inferior деп аталады. Ол бізде екінші мойын омыртқасының аралық өсіндісінен басталады да, қиғаш бағытта жүріп, ауыз омыртқасының көлденең өсіндісінен барып бекиді. Бұл бұлшық еттің негізгі қызметі бізде ауыз омыртқасымен бірігіп, екінші мойын омыртқасының тіс тәрізді өсіндісінің бойында айналдыру қызметін атқарады. Келесі бұлшық ет ол бізде бастың қиғаш жоғарғы бұлшық еті болып табылады. Musculus obliquus capitis superior деп аталады. Бұл бұлшық ет ауыз омыртқасының көлденең өсіндісінен басталады. Бізде жоғары қарай бағытталып, шүйде сүйегінің төменгі желкелік сызықшасына латеральды бағытқа барып бекиді. Линия нухи инфериордың латеральды бөлігіне барып бекиді. Бұл бұлшық еттер ең терең бұлшық еттер болып табылады.